Барлықтарыңызға сәлем, және де менің каналыма қош келдіңіздер. Және де бүгін біз шоколадты кекстер дайындайтын боламыз. Ең бірінші 3 жұмыртқамызды жарамызды оған қант қосып миксерлейтін боламыз. Осы 3 жұмыртқадан менде 21 штуктай кекстер шықты, және де шамалы пирог шыққан тұғын. Қалған тестодан өстіп миксермен взбивать етеміз. Взбивать еткеннен кейін біз ұнымызды қосатын боламыз. Одан кейін ас содасын немесе разрыхлитель қосатын боламыз. Венчикпен ақырындап араластырамыз. Және де тағы да ұнымызды қосамыз. Какаомызды, қалауынша какао қоспасаңыздар да болады. Енді еріген үстімеміз бен майымызды қосатын боламыз. Тағы да жақсылап араластырып, шамалы ұн қосып, осындай бізде қамыр болып шығады. Өте осындай воздушный және де өте дәмді болып шығады кекстер. Барлықтарыңызға дайындауға кеңес беремін. Үйдегілер бәріне ұнады. Осынша кекстер шықты, және де осы қалған тестодан мен кішкентай пирог жасаған болатынмын. Духовкаға 180 градуста 20-30 минуттай пісіретін боламыз. Осындай кекстер дайын болып шықты. Үстіне мен глазурмен безендірген болатынмын, бірақ глазурсыз да өте дәмді болып шығады. Өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Дайындап көріңіздер, және де комментарияға жазып кетіңіздер қалай шыққанын. Подписка, лайк жасаңыздар.